Всем привет! Сегодня я хотела разобрать два глагола, которые очень часто мы используем в речи. Глагол «смотреть» «карау» и глагол «видеть» «көру». В чем их отличие? Я вижу. Менің екі көзім бар. Көру деген қабілетім бар. Мен көре аламын. Я вижу все, что находится вокруг меня. Почему? Потому что у меня есть глаза, и у меня есть способность видеть этот мир. Мен қараймын. Я смотрю. Белгілі бір мақсатпен қараймын. Я смотрю с определенной целью, чтобы получить какую-то информацию для себя. Қазақ тілде біз кейде айтамыз: мен теледидар көріп отырмын және мен теледидар қарап отырмын. Бірақ та орыс тіліне аударғанда екі нұсқасы пайда болады. Я смотрю телевизор и я вижу телевизор. Соны түсіну үшін видеть пен смотреть деген екі етістіктің айырмашылығын түсіну керек. Я вижу, например, девушку, и я смотрю на девушку, на кого-то. Яғни мен бармын және мен алдында бір объект бар. Қыз бар, мен соған қарап отырмын. Я смотрю на нее. Мен сені көргім келмейді және мен саған қарағым келмейді. Я не хочу тебя видеть и я не хочу на тебя смотреть. Яғни мен сені көргім келмейді, мен ренжідім, мен сені көргім келмейді, кездескім келмейді. Соны білдіреді. Ал мен саған қарағым келмейді. Дәл қазір мен телефонда мысалы Инстаграмда лентаны жаңалықтарды қарап отырмын және саған қарағым келмейді. Я вижу своего знакомого на улице. Мы смотрим американский сериал. Он злобно посмотрел на свою подругу. Ты видела его в парке? Все видели этой ночью лунное затмение. Вы смотрели на лунное затмение? Они увидели нас, когда мы проходили мимо.